Шежіре заңдылығы асыл мұра. Қазақ ұлт бүтіндігін шежіре арқылы ұрпағынан қайта туу үшін жазған. Ұрпағынан қайта туу үшін не істеу керек? Шежіре заңын сақтау керек. Сондықтан қазақ шежіре таратып, жөн сұрап, қазбалап, ежіктеп, түп тұғиянынан түк қоймай, егжей-тегжейіне дейін сұрап, адам болмысы туралы ғажайып құпияға терең үңіліп, шежіре жүйесін дамытқан. Қазақ адам туралы білген үстіне біліп, әрі шежіренің алтын арқауын үзіп алмас үшін жөн сұрап, сырын аша түскен. Қазақ шежіренің адам болмысы жайындағы ұлы ілім, әрі оның даму тарихын ақиқаттайтын деректердің жиыны екенін біліп, шежіренің төңірегіне бар ақиқатын түгендеп, салт дәстүр, әдет-ғұрпын қалыптастырып жүйе құрған. Қазақ тұтас ұлт, шежіре ақиқат. Шежіре қазақ ұлты үшін ұрпақ туа білуден басқа өмір мен өлім заңдылықтарын түсіне білудің ең ұлы кітабы. Шежіре қазақ ұлты үшін қияли ғажайып бой толғайтын әлжуаз кітап емес, нақтылықтың кітабы. Шежіре қазақ үшін ұлттық деректер жазылған ақиқат тарих. Шежіресі қазақ ұлты үшін әлемде теңдесі жоқ ұлы кітап екеу болса, соның біреу болса нақ өзі. Осындай ұлы заңдылықты білген ұлттың ұрпағын шашып, кәрі құртаңын жетімдер үйіне өткізіп, кішісі үлкенінің алдынан кесе көлденең өтіп, ар ұяттан кетіп, арсыздық жасап, бірін-бірі сатып, өзгені төрге отырғызып, өзін өзегінен теуіп, иттік қылық жасауы мүмкін емес. Ойбай-ау, ойбай қазағым, онда саған не болды саған? Ойбайлауға себеп қазақты қазақ жұтып жатыр ғой, жұтуда. Шежіре ұлы кітап. Қазақ шежіресі тәңірлік құдайдан ұлы кітап, әрі дін-діңгек деп қалып едім, екі көзің аларып, сенбеймін деп шыға келдің. Бауырым, дәлелім аз болса керек, айтпағымды одан ары жалғайын. Сенбедің, сондықтан саған тағы да бір айтпақтың реті келіп тұрғандықтан, ұлт туралы да, дін туралы да, шежіре туралы да тағы да бір ауыз сөз айтайын, тыңда. Шежіренің құдіретін білгің келсе, ағайын туыс, аға бауыр, ұл қызың бар болса, соларға қара, байыптап қара, тірі жүргеніне қуан. Шежіре құдайдан емес, қазақты бөледі деп жамандап жүріп, олар бүгін бар, ертең жоқ болып кетіп жүрмесін. Шежіре туралы ақырын сөйле. Байқамай сөйлемегендердің көзінен талай қанды жасаққан. Себебі ұрпақ түгесілген, шежіре тәмамдалған. Шежіре саған өмір беріп туа алады. Шежіре саған тиесілі тамырды түбінен үзіп түгесіп, жеті атаңды көзіңе көрсетіп, жаназаңды шырқыратып тұрып шығарады. Шежіре байласа өмірдің алтын арқаны, кессе өлімнің алмас қылышы. Шежіре туам десе туады, өлтірем десе өлтіреді. Шежіре заң, тумағың мен өлгеніңді тапқың келсе, шежіреге қара. Ол өмір, ол өлім, ол жаназа, ол мола, ол ғұмыр, ол ұрпақ, ол бата, ол қайта туу. Шежіре ол мораль, ол кодекс, ол философия, ол дін-діңгек. Тоқтар Бейсенбинов, ақиқат кітабы, 136-137 беттер.